бұл жігіттің есімі Тайлақ Нұражолы. Қытайлық қазақ бауырымыздың ауыр соққыларынан кейін шамалы жауынгер аяғында тұра алмай қалады. Біз бүгін қазаққа күйеу бала болған бразилиялық сабаған Тайлақ жайлы айтатын боламыз. Біз айтқалы тұрған жекпе-жек осы жылдың 24 ақпанында өтті. Осыған дейін 9 рет жеңіп, 1 рет жеңілген бұл жігіт өткен жылдың мамыр айында Шанхайда Ротто UFC турнирінде төбелесіп, кәрі спортшысын жеңген болатын. Тайлақты сол кездесуден кейін UFC-ге шақырғанымен толыққанды келісім шарт болмағандықтан Тайлақ бас тартқан еді. Ендеше жекпе-жекке оралайық. Жекпе-жек алдында Тайлақ қазаққа күйеу бала болу оңай болмайтынын айтып, алда сынақ күтіп тұрғанын ескерткен еді. Ассалаумағалейкум Пума. Неғып салам берді дегенде, бұл қазақтың күйеу баласы болу үшін оңай жұмыс жасаған жоқ. Өз дінін өзгертті, мұсылманға кірді. Бұған бір құрмет. Бірақ та қазақтың күйеу баласы болу үшін оңай емес. Бұған не бір сынақтар бар. Ал мен болсам, соның сынақтардың ішіндегі бірде-бір сынағымын. Бұл бразилиялық қайдан қазаққа күйеу бала деп отқан шығарсыздар. Ол қазақстандық Dart Team командасында жаттығады және Қазақстанның атынан шығады. Сөйтіп жүріп мұсылмандық қабылдап қазақ қызға үйленген болатын. Жекпе-жек басталысымен бірінші нөмірмен жұмыс істеуге тырысқан бразилиялық алдыға ұмтыла бастайды. Бірақ қарымта соққылармен Тайлақ жақсы күтіп алып отырады. Шындақпен тиген ауыр соққыларға қарамастан бразилиялық Пума алдыға жүгіруін тоқтатпайды. Бірақ Тайлақтың қапталдан тиген соққысы есеңгіретіп құлауға мәжбүр етеді. Соған қарамастан орнынан тұрып қарсылық көрсетуге тырысқанымен Тайлақтың үздіксіз соққан соққылары жекпе-жекті аяқтауға мәжбүр етеді. Осы жекпе-жектен кейін бұл қазақ жігітін барша қазақ елі қадағалап отыруды бастады. Осы қарқынмен жүріп отырса, UFC-дің ауылы да алыс емес сыңайлы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жаза кетіңіздер.